Сәлем, бұл не әңгіме жобасы. Бұл жобада сіздермен бірге мен жүргізуші Нұрсұлтан бірге боламыз. Және бізде бүгін қонақта ізгілік волонтерларының капитаны Нәзірқұл Бексұлтан. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Все, десең. Жалпы не әңгіме жобасы аясында сіздің өміріңіз туралы, өміріңіздегі қызықты оқиғалар туралы сұрақ қоятын боламыз. Сол нәрсеге дайын болыңыз. Ал енді бірінші сұрақ, Бексұлтан, балалық шақ және отбасыңыз туралы айтып кетсеңіз. Неден бастайтынымды білмей қалдым. Менің балалық шағым жалпы туылғаннан бастап айтсам, оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Ырысты ауылында дүниеге келдім. 2000 жылғы әкем аты Бабахан, анам аты Ботагөз. Жалпы көп балалы отбасында дүниеге келдік. Үйдің тұңғышымын. Менен кейін бір қарындасым және екі інім бар. Жалпы Жетісай қаласының тумасымын деп жатсыз ғой, енді сол Жетісай қаласында балалық шақтарыңыз қалай өтті? Достарыңыз көп болды ма? Және қандай қызықты оқиғалары болды? Сол туралы айта кетсеңіз. Енді отбасыда біздің әжеміз болды. Әжемнің баласы болып есептелдім мен. Сөйтіп үйдегілердің бәрі әжем баласы болған соң маған тиісіп, ешқандай да әзілдей алмайтын. Осы эфирді көріп отқан әжеме сәлем айтам. Әже. Сәлем. Достарыңыз мектепте қызықтар туралы. Бізде қызықтың бәрі мектеп қабырғасында болды ғой. Солардың бәрі есіме түсіп отыр. Қателеспесем 7-ші сынып оқитын кезімізде мектебіміз каналдың жағасында орналасқан болады. Жаз келді, көктемгі уақытында күн ыстық сабақ болып жатыр. Апайымыз айтты, біз терезеден қашып кеткен болатынбыз. Мақсат жаңа күн ыстық, суға шомылып қайту, балалармен қызық, енді балалық шақ. Сөйтіп шомылып жатырмыз, бір кезде мектептегі директорымыз Шыбықинге тұрып. Бір оқиға. Мен балалық шақта. Жалпы мектеп сізге не нәрселерді үйретті? Мектептен мен өте үлкен білім алдым. Қазіргі уақытта ұстаздарымның арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмын. Бірінші ата-анамыздың арқасында, екінші ұстаздарымыздың арқасында. Әлі күнге дейін ұстаздарға хабарласып тұрамын, байланыстамын. Жалпы ол кісілерге рахмет. Жалпы екінші анамдай болып кеткен кісілерден өте үлкен тәрбие алдым. Жалпы студенттік өмірге деген дайындығыңыз қалай болды? Осы студенттік өмірде қандай қызықты, қуанышты сәттер болды, қандай өкінішті сәттер болды? Соларды айта кетсеңіз. Студенттік өмірге дайындық мектеп кезінен басталды. Барлығымызда бір ой, бір арман. Әке-шешеміздің үмітін ақтап, ұбт-тан жоғары балл жинап, оқуға грантқа түсу деген. Сонымен ұбт-ын айтып өтсем, ұбт-та бір қыз болды қасында. Тест тапсырдық. Сонымен өзіме ұнады. Өзім жоғары балл жинағанына сенімді болдым. Сонымен ұбт-дан шүкір 92 балл жинап, қазіргі Шымкент қаласында Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогика университетінде математика мамандық грантқа түстім. Сөйтіп ауылдан келген бала, қазақтың қарадомалақ баласы, қаланы көрмеген, қалаға бірінші рет келіп тұр, бүкіл құжат, бүкіл нені өзім жасап жүрдік. Сонымен не керек, оқуға түстік, студенттік өмір басталды. Жалпы менде ұстаным болды, айналаңды таспен қалама, доспен қала деген. Сөйтіп барлық ұйымдарға, барлық мысалға жайдарманшылардың қатарында болдым, дебатерлардың қатарында болдым, қаншама активистердің қатарында болдым. Сөйтіп бір жыл уақыт солай өтті. Арадан біраз уақыт өткеннен кейін жалпы ол ұйым бәріне шықтым. Шығу себебім осы ағаларымыздың ақылы. Мобильность деген нәрсені естіп алдық. Бәріміз ағылшын үйірмеге қатысып кеттік содан. Сонымен ауырдық. Біраз уақыт ағылшын тілін үйреніп, Польшаға барамыз деген кішкене арман болды. Сөйтіп Польшаға бару деген арманды ұстап алдық барлығымыз. Сөйтіп ағылшын курсқа қатысып, бір жылдай сонымен жүрдік. Екінші курсқа келген кезде біздің универде әскери кафедра ашылды. Сөйтіп өмірімдегі ең маңызды таңдаулардың бірін жасау керек болды. Польша, не болмаса әскери кафедра. Ақылға салып, тағы да ағаларымыздың ақылына сүйеніп, әскери кафедраны таңдадық. Қазіргі таңда 3-ші курс, әлі оқып жатырмыз. Бұйырса биыл аяқтап, лейтенант шенін алатын боламыз.
Иә, керемет. Бұның барлығы жаңағы қызықты, қуанышты сәттер ғой. Енді қап әттеген-ай деген сәттер болды ма осы студенттік өміріңізде? Болды. Біз бірінші курста жатақханада жаттық. Жатақханада қолымыз бос болды, былайша айтқанда. Сол уақыттың қадірін білмегенімізге әлі де өкінеміз. Себебі екінші курста өзіміздің мамандыққа байланысты жұмыс жасадық. Одан бері тағы да жасап келе жатырмыз. Көп уақыт болды, соны дұрыс пайдалана алмадық. Бос уақыт болды. Сол бос уақыттың кеткеніне қазір өкінесіз. Бексұлтан еткен не? Жаңа басында айтып өттім, мен әжем баласы болдым деп. Әжемнің орны ерекше. Әжемнің берген тәрбиесі, айтқан ақылы, көрсеткен әрбір іс-қимылы, одан кейін әкеміздің тәрбиесі. Осындай тәрбиеден мектепке бардық. Мектепте де дәл осындай мейірімді мұғалімдердің арқасында осындай дәрежеге жеттік. Сосын өте керемет орта. Кез келген жерге барам, ол мектеп болсын, универ болсын, жұмыс болсын, барлық ортада мені қолдайтын, мені дамытатын, мені жақсы көретін орта болғандықтан, соның арқасында деп ойлаймын. Жақсы, сондай орталарымыз көп болсын барлығымыздың. Иә, енді сіздің ізгілікке дейінгі өміріңізбен толықтай танысып болдық. Енді ізгіліктегі өміріңіз туралы сұрақ қойсақ, Бексұлтан үшін ізгілік деген не? Ізгілік деген, былай түсіндірсем, Абай атамыздың қара сөздерінің бірінде адам баласынан ар, мінез, ғылым деген нәрселермен ғана озбақ. Одан басқа нәрсемен озым ғой деген бәрі де ақымақтық. Айтайын дегенім, осы үш нәрсені мен ізгіліктен таба аламын. Мінезді де сол жерде қалыптастырамын, ғылымды да сол жерден аламын деп ойлаймын. Керемет. Иә, керемет. Жарайсыз. Еріктілер деген сіз үшін кім? Айтсаңыз? Айта берсеңіз? Айта берсеңіз? Рахмет, өте ұзақ сөйлейді екенсіз. Келесі сұрақ. Өте тұшымды ой алдық. Жалпы еріктілердің кім екені туралы. Енді біздің бұл проектіміздің, бұл жобамыздың өзінің фишкасы бар. Жалпы бұл проектті қаланың қай түкпірінде түсіретініміз туралы айтатын шанс дейма не дейді? Шанс сізге бұйырып тұр, мүмкіндік сізге бұйырып тұр. Ал, рахмет, құрметті Нұрсұлтан, осындай жобаға шақырып сұхбат алғаныңызға. Ал, құрметті достар, келесі түсірілім сіздермен бірге. Жалпы бізге қонаққа келгеніңізге үлкен рахмет, сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Көрермендерге кішкене тілегіңіз болса, жүрек жарды айтып кетсеңіз. Қолдарыңыз жайыңыз. Тілектеріңізді өте керемет. Біз кешігіп жатыр едік. Рахмет. Осымен аяқталды, сау болыңыздар. Әзілмен енді. Жаңағы бері әзілдесіп жатыр, күліп жатыр. Келешек буынға, аға буын ретінде өзіңіздің айтар жүрек жарды тілегіңіз. Ең маңыздысы алтын уақыттарыңызды бағалаңыздар. Дәл осы уақытта өздеріңізді болашақта кімді елестетесіздер, соған жұмыс жасаңыздар, өздеріңізді дамытыңыздар, ізгілікте жарасыңыздар. Ал енді біздің келесі қонағымыз Тың екен ғой. Ей, сен не? Лайк баспай, комментарий жазбай, каналға тіркелмей кетіп бара жатсың ба? Ну-ка, кәне күтем. Лайк бас, комментарий жаз. Ай, молодец. Ал енді қоштаса берейік. Давай. Қош, сау болыңыздар.